Зердемді сен ашпасаң нетер едің, өмірден сыбағасы өтер едің деп ақындар жырлағандай, Ақтөбе өрлеу институтында 2 апта бойы біз тәлім алдық. Осы тәлім алған кезде өрлеудің филиалына көптеген алғысымызды білдіреміз. 78-ші мектеп Перегерт орта мектебіне барып, әдіс тәсілдермен бөлістік, әріптестерімізге көптеген алғыстарымызды білдіреміз. Жалпы керемет сабақ өтті деп айта аламын. Осы бізге тәлім берген 2 апта бойы Ақмарал апайға арнаған арнау өлеңіміз бар еді, қабыл алыңыздар. Толқын-толқын болама туламаса, кесек-кесек жыр шығар шумақталса, Ақмаралдай апайға өлең жаздым, ақын-ақын болама шулатпаса, алғыс хатқа татиды тілегім мың, ұл едім байғаниіндей жыр елінің, бір қуантып алмасам болмас сізді найзағайын ойнатып жүрегіңнің. Өрлеуге кеп дамыды біліктілік, келіп көп нәрсені үміт қылып, бұлымды Ақмарал апай жіктеп берді, жылы жұмсақ шыраймен күліп тұрып. Талантты, ұстассыз жыр қылатын, оқуды сұрыптабай нұр қылатын, қоржыныма көп нәрсе түйіп барам, сабақтың тәсілдерін гүл қылатын. Шағын жинақ, мектеп біз оғалатын, 3-4 бала болса егер жұбанатын, оқтаулы мылтығыңыз біздер болдық, семинарда сөйлеуге шығаратын. Мен бүгін қуанышты күйгенемін, Алла ұлы пендеге сый беретін рухани ұстазыма алғысым көп, мен сізден көп нәрсені үйренемін. Ақын адам өлеңнен бақ табады, ажырата біледі ақ-қараны, өмірдің асқар шыңын бағындырғын, өресі кең өрлеудің Ақмаралы. Апайымызға көп-көп алғысымызды білдіреміз. Өрлеуге де көп рахметімізді айтамыз.